Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге видеода көрсетілгендей ерекше жаңа жылдық сосиска в тесте рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бір кесе жылы су қажет. Бір шай қасық тұз қосамыз, 2 ас қасық қант, 1 шай қасық толтырып ашытқы қосамыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін қажетімізге қарай ұн қосатын боламыз. Ұнымызды бірінші осылай бөліп аз-аздан салып илейміз. Одан кейін осындай жұмсақ қамыр иленіп шығуы керек. Одан кейін оның үстіне 2 ас қасық сұйық май құйып, қамырымызды қайтадан майымыз сіңгенше жақсылап илеп шығатын боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болуы керек. Және иінін қандырып тұрып, көбірек илесеңіздер, қамырларыңыз өте жұмсақ болып шығатын болады. Мінеке қамырымызды көтерілуі үшін бетін жауып қоямыз жылы жерге. Мінеке біздің қамырымыз көтерілді, өте жұмсақ болып шығады. Осылай жұмсақ болып шыққан қамырымызды астына ұн сеуіп, бірнеше бөліктерге кесетін боламыз. Менде 12 штук булочки шықты. Осыны домалақ формаға келтіріп аламыз. Одан кейін сосискамызды бөлеміз. Бірінші ортасынан бөлеміз, одан кейін тағы да 4-ке бөліп шығатын боламыз. Мінеке біздің қамырымыз шамалы тағы да көтерілді. Енді осы қамырымызды лагман созған секілді ұзынша етіп созып шығамыз. Тура видеода көрсетілгендей қылып жасаңыздар. Мінеке ортаға жинаймыз, 2 басы бірдей болып тұруы керек. Одан кейін тағы да жоғары қарата көтереміз. Одан кейін ортасынан бастап саламыз және келесісін астынан көтеріп салатын боламыз. Мінеке барлық қамырларымызды пайдаланып болдық, жасап болдық. Егер түсінбей қалған болсаңыздар, видеоны қайтадан артқа өткізіп, бір қарап көріп шықсаңыздар болады. Одан кейін барлығын орналастырып болғаннан кейін, дайындап болғаннан кейін бетін жауып қамырымыздың көтерілуге қоямыз. Осылай формамызға саламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоятын боламыз. Одан кейін үстіне жұмыртқаның сарыуызына 2 ас қасық сүт құйып, жақсылап араластырып, осы булочкамыздың үстіне жағып шығатын боламыз. Өздеріңіз жасаған кезде құлақтарын барлығын үшбұрышты етіп келтіретін боласыздар. Және осындай тіс шұқитынмен точкалар салып шығамыз. Және мен шай түйіршіктерін пайдаландым. Себебі бұны балалар қызығып жейтін болғандықтан, негізінен бұны қара бұрыш салып жасайды. Көзін, мұрнын домалақ қара бұрышпен салып жасайды. Бірақ мен бұны балалар жейтін болғандықтан шай түйіршіктерін қосуды жөн көрдім. Себебі дәмі иісі болмайды, сол себепті осы шай түйіршіктерін пайдаланғанды жөн көрдім. Үлкен етілген түрлерін алып аласыздар да, осылай көзін, аузын, мұрын салып шығатын боласыздар. Мінеке біздің әдемі ерекше сосиска в тестеміз дайын болды. 180 градуста 30-40 минутқа пісіріп аласыздар. Балаларыңыз бірінші жеп қоятын болады. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер, сіздерде әдемі осындай ерекше балаңызды қуантатын булочки дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.